Сәлеметсіздер ме, көрермендер? Мен доктор Ревати Рамасвами, Секундерабадтағы Аполло ауруханасынанмын. Бүгін сіздерге кольпоскопия деген не екенін түсіндіргім келеді. Яғни жатыр мойнын немесе жатырдың аузын көру деген сөз. Бұны не үшін жасау керек? Ол қатерлі ісікті анықтау бағдарламасының бір бөлігі. Ашан жасалып, егер пап-тест нәтижесі қалыптан тыс болса, пап-тест, бәріңіз білесіздер, жатыр мойны немесе жатыр аузындағы қатерлі ісікті ерте анықтауға арналған негізгі тексеру. Егер сізде ақ түсті бөлініс көп болса, жатыр мойнында эрозия деп аталатын ұсақ жаралар болса, немесе бөлініс дәрі-дәрмекпен емделмесе, онда бұл әдіс өте тиімді. Бұл қалай жасалады? Бұл өте қарапайым процедура. Мұнда жатыр аузын микроскоппен зерттейді. Біз жараға қарапайым химиялық заттар жағып, оны зерттейміз. Қажет болса, жатыр мойнынан кішкене тін алып, оны биопсия жасаймыз. Ал егер жара болса, оны мұзбен қатырып, толық жазылуына көмектесеміз. Сонымен қатар аздаған электрохирургия қолданылатын лид немесе латс деп аталатын басқа да процедуралар жасауға болады. Бұл не үшін жасалады? Бұл процедуралар алдын ала қатерлі ісікті емдеу үшін жасалады. Яғни әлі пайда болмаған, бірақ алдағы бірнеше жылда пайда болуы мүмкін қатерлі ісікке қарсы. Сондықтан бұл жатыр мойны немесе жатыр аузындағы мәселелерге арналған өте тиімді процедура. Егер біреу колпоскопия десе, енді оның не екенін білесіз. Рахмет, достар!